Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағынбаевқа, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ақпарат және мәдениет министрі Аида Балаеваға бұрынғыны аңсаушылар әлеуметтік желіде бас көтере бастады деп депутаттық сауал жолдаған екен. Сонымен Ермұрат Бапи былай дейді: жуықта әлеуметтік желілер арқылы парламент сенатының бұрынғы басшысы Дариға Назарбаеваны жер-көкке сыйғызбай мақтаған видео тарағаны мәлім. Әлбетте, тақырыпқа желеу болған персонаждың басқалардан адами артықшылығы болса, оған ешқандай дау жоқ, бірақ бұл адам Дариға ханым кеше ғана елдегі екінші басшы ретінде жоғары саяси лауазым иесі болғанын ұмытпаған жөн. Сондықтан бұны бұрынғы саяси режимнің артықшылығын дәріптеуге арналған қоғамдық санаға сіңірілмек саяси манипуляция деп қабылдау керек. Әсіресе қазақ қоғамына, қайталап айтам, қазақ қоғамына іріткі салуға астыртын бағытталған осындай ескіні аңсау үрдісі бүгінде саяси сипат ала бастаған сияқты. Әлеуметтік желілер арқылы тарап жатқан мұндай манипуляция арқылы жаңа Қазақстанды саяси жік-жікке бөлу, өш алу, есе қайтару, қайтып келу әрекетінің әлпетін сезіну қиын болмаса керек. Мәселен, тағы бір мысал, қаңтар оқиғасына тікелей қатысы бар қан төгіске себепші болды деп саналатын теріс діни ағымның көсемдері ендігі жерде қоғамның саяси санасына қиқым салуға белсенді түрде кірісуде. Қаңтарда мемлекеттік төңкеріс жасауға әрекеттеніп, ақырында шетелге қашып кеткендер біртіндеп елге орала бастады. Енді олар ел ішіне ұлттық мұра мен салт санаға қарсы идеологияны үйіріп, реваншистік саясатты қоғамға сіңіруге қам жасауда. Мақсат әзірге онсыз да ала-құла қоғамда әлеуметтік протесттік теңселіс пен наразылық тұрғысында толқулар тудыру. Әлеуметтік желілермен таралымы миллионға тақау жазылушысы бар танымал интернет ресурстарға қаржылай көмек беру арқылы оларды өз бауырларына басып, ашық платформалар арқылы саяси теңселістер тудыруға ниетті. Маған мұндай инсайдерлік ақпараттың бірнешеуі жетті. Бүгінгі билік отставкаға кетеді. Мерзімінен бұрын өтетін сайлауларға дайындық жүріп жатыр. Депутаттардан ұят кетті. Мен өзімді ұяттан кеттім деп айта алмаймын және өзгеге де айтқызбаймын деген сияқты жалаң трендтердің әлеуметтік желіде еркін тарауына сол реваншистік күштердің қолтыққа су бүрку әрекеттері себеп болуда. Бұның бәрі бұрынғының кезінде мұндай болмаған деген тезисті тарату арқылы қоғамдық санаға солақай саңылау салудың саяси технологиясы деп қабылдау керек. Мен дәл осындай контрапагандалық материалдардың бір парасын тиісті ведомстволардың жоғары лауазымгерлеріне жолдаған едім. Енді қоғамға іріткі салушы түпнұсқаларды анықтауды, ең бастысы ел жұртқа жік салу пиғылы бар осындай ескішіл астыртын күштерді анықтауды, олар жөнінде қоғамға толыққанды ақпарат беруді ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығынан сұраймын. Әлбетте, мен мүдделі мекемелерді мәні майысқан мәселенің анық-қанығын, мемлекеттің діңі мен діңгегін солқылдатуға тырбанған реваншистік күштерді анықтауға шақырғанда депутат Бапи сөз бостандығына нұқсан келтіруге әсер етуде деген ой болмау керек. Ешқандай заңсыз қудалау болмауы тиіс. Бұл ұлттың, елдің, мемлекеттің тұтастығына тәнтіліктен туған әрекет деп қабылдануы керек. Бірақ жеме-жемге келгенде ескішілдік технологиясы ұлттық тұтастыққа қастық қылатын қазақ қоғамын саяси лагерлерге бөлшектеуге құштар. Сөз бостандығы біздің елдік болашағымызға қатер тудыруы әбден мүмкін. Сол сияқты бұрынғы билікті аңсаушылар ушықтырып, қазақтар мен жалпы мұсылмандар дүниесін жаңа Қазақстанға қарсы айдап салып жүрген діни саяси әрекеттер де әшкереленуі керек. Қазақтың мыңжылдық ұлттық мұраттары мен ұлттық салт дәстүрі шариғатпен емес, тиісті заңнама нормалармен реттелуі тиістігін ұмытпайық, дейді Ермұрат Бапи, парламент мәжілісінің депутаты, халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі.